Шишин! Ендігай! Базар жоқ. Крипер, тынышталш! Бұл мен емес, қожайын. Мен тек мына әдемі жасалған жерге қарап отырмын. Қандай ғажап. Онда сырттағы біреу болды ма? Мынау не тағы да? Білмеймін, бірақ... Қыз. Ол қайда кетті? Білмеймін, тығылып қалған секілді. Бірақ менде ой бар жатыр. Күн шықты, өртеніп барам, көмектесіңдер. Өрт, көмектесіңдер. Менің ойымша одамы жоқ сияқты. Қалай ойлайсың, спичка? Шешең өртеніп барады. Сен менің досым емессің. Мен саған бермеймін. Крипер, мен саған тағы да бір шанс берем. Шын ба? Бұл менің өмірімдегі ең бақытты. Енен. От сайтан. Енен дұрак. Қожайын. Қашыңыз. Тұрсамын. Ей, сен маған көмектесе аласың ба? Ой, не шикаест. Қожайын. Не? Абайлаңыз. Рахмет. Ал, енді не істейміз? Тоңқайып жеріскейміз. От сайтан. Ой, мейлі, жатталған соң картаны. Карта бізде, қожайын. Несі? Жақсы, қара шіләңгі. Ей, Крипер. Мен сенен бір нәрсе сұрасам бола ма? Я, қожайын. Мүмкін біз жақын дос болсақ. Қалай қарайсың? Оу. Оу, құдайым. Шымкенттің қыздары зing. Блин, надоел уже. Хей, айтпадым ма маған бір адамды қорқытпаймын. Менде де пет бар. Тыңдағын емес, өтінем, тыңдағын емес. Көріптір. Шайқастың уақыты келді. Шайқас? Тайни, өзінің кім екенімді көрсет оларға. Крипер, байқас бол. Қандай ғажап. Жарайсың, Крипер, ал енді қуатты соққы. Опасымай. Тайни, енді оның қасталқанын шығар тез. Шибир, қожайын. Крипер. Көмексіз. Мені тәтті көтерімі тесуші болма. Мен тәтті көтерем.
Менің тәтті көтенім дейді. Менің тәтті не дейді? Көтенім дейді. Ондай тат болады екен ау. Голубойлы. Оу, жігіттер, қыздар. Бүгінше жинақтаманы аяқтайтын уақыт келген секілді. Енді қазір өзімнің жинақтамамды жинағанда, енді сапасы өте нашар дыбысын, бірақ сол уақытта мен осы Epic Minecraft дыбыстар уақытта мен мұны iPhone-мен дыбыстағанмын, ал қазір мен компьютермен кәдімгідей конденсаторлық студиялық микрофонмен дыбыстап отырмын қазіргі уақытта. Енді маңызды сапа емес, маңызды сіздердің көңілдеріңіз. Сіздерге ұнаса, маған ештеңе маңызды емес. Ал егер де тағы да осындай жинақтама жинап тұр десең, маған достым лайк басып, арнаға тіркеліп, колокольчик басып, достарыңа мен туралы айтуды ұмытпа. Ал мен